Алматы қаласындағы нөмірі 174-ші мектеп-гимназияда отбасылық құндылықтар мен салауатты өмір салтын дәріптейтін ерекше шара өтті. Спорт отбасы шаттық атты сайыс ата-ана мен бала арасындағы бірлікті арттыруды, ынтымақ пен сергектікті насихаттауды мақсат етті. Жарысқа әр сыныптың белсенді отбасылары қатысып, өзара шапшаңдық пен ұйымшылдықтарын көрсетті. Қатысушылар допты жеткіз, қаппен секіру, арқан тартыс сияқты көңілді кезеңдерде бақ сынасып, көрерменге көтеріңкі көңіл-күй сыйлады. Ұсыныс болғаннан кейін қуана келісе кеттік. Баламыздың осындай бастамасын қолдауға әкесі екеуміз келіп қалдық. 174-ші мектеп гимназияның мына ұйымдастырушыларға, әкімшілікке үлкен алғысымды айтамын. Отбасымыздағы татулықты осындай мектеп ішінде көрсетуге мүмкіндік бергеніне рахметімізді айтамыз. Бүгін отбасымызбен келіп, бұрын көбінде мамасы қатысатын, біз қызмет байланысымен сыртта болатынбыз. Тұңғыш рет алғаш рет келіп қатысым, өте қызықты. Балалармен, ата-аналармен, жаңағы класстастармен, балалардың ата-анасымен бірге танысып, сондай бір берекелі, бір ұйытқысы болатын өте жақсы бір қимыл болып жатыр. Рахмет сіздерге. Өте күшті, қызықты болып жатыр. Маған қатты ұнады. Маған қатты ұнады. Мені қолдауға әке анам келді. Маған осы жарыс қатты ұнады. Бүгінгі шара өте керемет өтіп жатыр. Барлық дайындықтар өте керемет. Барлық біздің өзіміздің қарсыластарымыз да күшті дайындалған екен. Мектептің басшылықтарына, мектептің дене шынықтыру басшылықтарына көп рахметімізді айтамыз. Залда отырған жанкүйерлер қатысушыларды қолдап, әр кезең сайын қуанышпен дем беріп отырды. Мен бүгін жалын тобына жанкүйер ретінде келдім. Біз сыныппен жанкүйер болуға келдік. Отбасылардың бір-біріне деген сүйіспеншілігі мен ынтымағы көрініс тапқан бұл сайыс мектеп ұжымында жылылық пен қуаныш атмосферасын орнатты. Отбасы құндылықтарын дәріптеген бұл бастама Әділқазылар алқасының жоғары бағасын алып, қатысушылар тарапынан үлкен қызығушылық тудырды. Мектебіміздің бүлдіршіндері 3-4 сыныптың бүлдіршіндері өзара сайысқа түсіп жатыр. Бұл жерден балалардың ата-аналармен тығыз қарым-қатынаста екенін, зейінді балалардың қалыптасып келе жатқандығын білеміз. Біздің еліміздің болашақ ұрпақтары салауатты өмір салтын ұстанған, әрі білімді, әрі тәрбиелі болатындығына бүгін көз жетіп отыр. Бастауыш бірлестігінің 10 күндігіне орай біз спорттық шара ұйымдастырып отырмыз. Бұл жерде әкесі және анасы, баласы. Сонымен қатар бала, ана, әке үшеуінің бір қызықты сәттері болсын және денсаулықты нығайту мақсатында осындай іс-шара ұйымдастырып отырмыз. Сайыс соңында жеңімпаздар марапатталып, барлық отбасыларға алғыс хаттар табысталды. Спорт отбасы шаттығы сайысы оқушылар мен ата-аналарды жақындастырып, достық пен бірлікті нығайтуға зор үлес қосты. Мұндай шаралар мықты рух пен мейірімге толы қоғамның негізі бола бермек. Біз осы жеңісті 2 күн дайындалдық. Таңертең тұрып жүгірдік, кешке тұрып жүгірдік. Сонымен жеңісті қолға кеттік. Осы ұйымдастырған ұйымшыларға рахмет. Осында жарыстар көп бола берсін. Білмей тұрдым. Білмей байқамай қалды ол. Негіз ойламадық. Аяқ астынан апайымыз жалынып естігеннен кейін қатыстық. Қуаныштымыз, осындай ойындар көбейе берсін. Дами беріңіздер. Мектеп бірінші орын. Әрқашан қалалық Алматы қаласы бойынша ал бірінші орындағы мектеп болсын.